Қазақтың Қанипасы, Қанапа. Бұның бәрі 75 жасқа толғанын тойлағалы отырған Қанипа Омарғалиқызының көз тірісінде халықтың берген бағасы. Шын мәнінде ол ұстаз бүкіл өзінің ұстаздық болмысыменен, туған тілге деген махаббатыменен, өзін-өзі ісіменен ескерткіш қойып кеткен Қанипа Омарғалиқызына шексіз тағзым жасай отыра. Шамалы болса да бір үзік естелікпен бөліскіміз келеді. Сонау 80 жылдың аяқ кезінде, сол кезде ғылым білім министрлігінің бас маманы Роза Мұхамеджанқызының бастамасыменен республиканың түкпір-түкпірінен шығармашыл ұстаздардың басын қосып, Бітібаева атаулы мектебінің тұсаукесері өтті. Содан бері Қанипа Омарғалиқызының ұстаздық мұрасы тек шәкірттерге ғана емес, республика мұғалімдерінің үлкен бір үйренетін үлкен зертханасы, шеберханасына айналды. Қанапамыз барлық шәкірттеріне өзінің сабақ берген сол шығыстағы қолынан тәлім алған шәкірттерін қандай махаббатпен сүйсе, республикадағы жас ұстаздарға өзінің үлкен жүрегін арнай отыра әдістемелік шеберлігімен бөлісті. Қанапамыз мінезге бай болатын. Сондай талапшыл, өзіне ғана емес, өзгеге де талап қоя бөліммен бірге мінезді болатын. Мінезділігі сондай, жаңағы ұстаздардың бойындағы көрінбей жүрген таланттан бағалауға үлкен мінбелерде солардың сөзін сөйлеп, талай бас қосуларда үлкен мәселелерді көтерген есімізде. Қазіргі күнмен айтатын болсақ, мынау 21 ғасырдағы шәкірт қандай болу керек? Мынау жаһандану кезінде еліміздің құндылықтарын осы шәкірттер туған халқының үлкен мұраларын жоғалтпай өзінің ұрпағына апара алар ма? Сол жолда Қанипа сияқты ұстаздар бізге керек. Қанекеңнің жаңа біз айтып өткендей мінезді дедік, кейде ол өзі зере сияқты кемеңгер ақыл ғой ана тұлғасында көрінетін. Кейде ол ұлпан сияқты болатын. Кейде ол Тоғжан сияқты жаны сондай нәзік болатын. Қанипа Омарғалиқызы заманнан озып туған адам. Мынау қазіргі барлығымыз жаңа ғасырдың жаңа баласы. Өзгермелі заманда сол өзгеруге дайын болу үшін жаңаса көзқараспенен оқыту керек дейміз. Соны үйретіп жатырмыз шәкірттерге. Ұстаздарымызға сол тұрғысынан қайта өз жұмысын қарауды мемлекет болып, қоғам болып, осы мәселелер төңірегінде жаңа бетбұрыстарға бет бұрудамыз. Қанекең сол кездің өзінде оны өзінің тәжірибесінде басқалармен де бөлісетін. Атаулы мектептен басқа Қанекеңнің шығыстағы зертханасына барлық республиканың түкпір-түкпірінен, анау Өзбекстан, анау Қырғызстан, жақын
көршілес шетелден де ұстаздар ағылып келе жататын. Үзілмейтін. Өмірден өткенше бойындағының бәрін бүкіл ұстазбенен бөлісті. Қанекеңнің үлкен жүректі көзтан көрінуге болады. Ол өзінің барлық жиған тергенін басқалардан бөлісуге еш уақытта жалыққан емес. Қанекеңнің бойында кісілік, кейде аңғалдық, кейде сәби сияқты сенгіштік. Соның бары табиғатынан ана сүтінен берілсе керек. Әрбір шәкіртті жүрегімен сүйетін дедік жаңа біз. Бірақ сонымен қоса шәкірттерінің естелігінде апайдың өзінің жұмысына берілгендігімен қоса талапты қоя білетін. Шәкірттің кезінде жігерін жанып, үлкен болашаққа деген, үлкен армандарға деген сенімін әрі қарай ұштай түсуге бағыттайтын аналық, ұстаздық, үлкен мейірімін сөз етеді. Ол шәкірттермен біз республикалық пән олимпиадаларында, Қанекеңнің атындағы үлкен Қанипа Омарғалиқызы атындағы Бітібаева оқуларында бас қосқан кезде үнемі естиміз, тәнті боламыз. Қанипа Омарғалиқызы болып атқан жаңалықпен бірге жүретін, заманнан озып туған адам деп мүмкін Қанапамыз айтуға керек шығар. Қанапам айтатын, әрбір шәкірт, әр үйренуші, әр үйретуші. Үйретуші дегеніміз, ол өзінің қасындағы бірге сыныпта кез келген жаңалықты, жаңа білімді тек қана алушы ғана емес. Ол соны бірден жұппен, топпен жұмыс жасау кезінде тәжірибе жинау керек деп отыратын. Сонымен қоса Қанипа Омарғалиқызы бүкіл озық тәжірибесіменен жаңа айттық біз, басқалармен бөлісе білетін. Онда қызғаныш жоқ болатын. Үйренсінші, көрсінші деп отыратын. Бірде менің есімде Қанапаның айтқан сөзі. Анау Мағжанның педагогикасындағы мына бір сөзді әрбір ұстаз өзінің тәжірибесіне енгізсе керек. Яғни оқытқан кезде баланың білмегенін сыйлай отыра оқыту керек дейді. Тағы да айтады, ұстаздың ұлы мұраты ол шәкіртін бақытты етуге тәрбиелеу дейді. Қазіргі мынау жаңартылған білім мазмұнында мұғалімнің рөлін өзгертті деп атамыз. Мұғалім кейде шәкірттің досы, кейде үйретуші, кейде көмекші, кейде түзетуші, кейде эксперт ретінде баланың сыни көзқарасын жетілдіруге бағыттайтын іскер ұстаз. Осының бәрі Бітібаева шеберханасында болатын. Оның шеберханасы тұлғаға бағытталған. Әрбір шәкірттің өмірде өз орнын табуға, айналадағы мынау күрделі өмірде адаспайтын, ертең жақсы ана, жақсы әке, жақсы маман, жақсы дос, қоғамның бір мүшесі ретінде көшбасшы болатын, ертең үлкен азамат етіп тәрбиелеуге
бағыттау керек әрбірісін деп отыратын. Өз шеберханасындағы басты ұстанымы Қанипа Омарғалиқызының сол болатын. Ұстаздың еңбегінің кереметтігі сол, шын ұстаздың есімі оның ғасырлар өтсе де өшпейтіндігі Қанипа оқуларында, Қанипа атындағы олимпиадаларда, конференцияларда жалғасын таба бермек. Біздің Қарағандыда да Қанипа атындағы зертхана бар. Жыл сайын Қанипа Омарғалиқызы атындағы панорама сабақтар конкурсы өтіп тұрады. Сондықтан айтады ғой, ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді дегендей. Ендеше Қанипаның аты да өлмейді, хаты да өлмейді.